Бұл жерде мына қан тамырлар жабысу керек болады, олар дұрыс жабыспайды, бізде қанды выделение келуі мүмкін. Мына матка қатты қысып қалады. Қысқан кезде ішінде бала тұр ғой, бұл қатты қысқан кезде бала уже угроза болады, матка тыңызде болсын, либо гематома өтеді, либо сіздің балаңыз өтеді. Қалыпты жағдайда көтерген сәттен бастап, получается, етекіріңіз кешіккенде бір апта болғаннан бастап, қанды бөлінді болу дұрыс емес. Замерші болғаны байқамай қалуымыз мүмкін. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге біз жүктілік бізде неге қан келе береді, жаңағы келді қалай кетіруге болады, қалай біз оны басамыз, не істеуімізге болады, не істемеу керекпіз да. Бұл жалпы қан келу норма ма, бәрінде келеді дейді, сол рас па да? Вот осы сұрақтарыңызға жауап алатын болсаңыздар, иншалла, сондықтан менімен бірге болыңыздар, соңына дейін видеоны тыңдауларыңыз керек болады. Егер сіз қан келгенін қаламайтын болсаңыз, және де дәл қазір сізде кім бар? Жүкті. Сол адамға міндетті түрде осы видеоны жіберіп отырыңыз, көріп алсын да, ертең ода кеш болғаннан гөрі қазірден бастап алдын алғаны дұрысырақ. Сіздерден лайк күтемін, и подписка күтемін. Егер қандай да сұрақтарыңызды комментарий жазуларыңызға болады. Ендеше, жүктілік бізде қалай жүреді? Жүктілікке біздің ағзамыздың өзі етекір кеткен күннен бастап, новый цикл басталғаннан бастап бізде жүктілік дайындалады, иә? Бұл кезінде жатырымыз бізде ішкі қабаты қалыңдай түседі, әдемі қалың көрпе түзе бастайды, да? Біздің екі фолликула аналық жасушаларымыз ісіне бастайды, өсе бастайды, олар жүктілікке дайындайды. Адам ағзасын полностью, не только біздің жатыр, даже біздің сүт бездеріміз, біздің щитовидка, ми, гипофиз барлығы соған дайындалады. Егер де сырттан сперматозоидтар кірсе, ол бірден жүктілікке уже әрекет ете бастайды. Бірақ бұған кедергі келтірушілер бар, иә? Яғни бізде элементарно даже адамдар бір-бірімен сөйлесу үшін кедергі келтіретіндер болады, тоже сол сияқты. Бұлар нелер? Бұлар может быть айналым дұрыс емес, может тромбоциттер, может быть инфекциялар, или тағы да басқа нәрсе бізге кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан жүктілік қалыптыда болған кезде мына ішіндегісін қарасаңыздар, мына плацента тұр, мына осындай зат үзіледі. Бізде де осындай тура мынандай нәрсе сияқты, мынау жатыр болса, мына плацента екеуі бір-бірімен үстіп, былайынан бүйтіп жабысу керек. Яғни осы жабысқан тамырлар бір-біріне зат алмасу үшін, яғни көмірқышқыл газын шығарады, оттегіні тасымалдау қызмет атқарады. Кіші дәретті де сонымен шығарады балада, соның бәрін түзіп отырады. И Алла тағала бізге рух береді, періште арқылы бізге рух береді, яғни не? Жүрегімізді соқтырады, іште жатқан эмбрионға уже белгілі болады, қанша ауа жұтады, қанша су ішеді, қанша нәрсеге жетеді, барлығы жазыла бастайды оған, сол уақыттан бастап. Сондықтан баланың тәрбиесі басынан деген белгісі сол кезде айтылған. Ендеше бізде осы нәрсе патология болуы мүмкін, яғни бұл дұрыс дамымауы мүмкін. Бұл жерде қан тамырлар жабысу керек болады, олар дұрыс жабыспайды, бізде қанды выделение келуі мүмкін. Немесе қандай да бір стресс айттық қой, мидың бәрі дайындалып жатқан кезде өзінің гормонын бөлгісі келеді, бірақ бізде стресс тағы бірдеңе болады да, ол дұрыс бөлінбей, матка қатты қысып қалады. Қысқан кезде ішінде бала тұр ғой, бұл қатты қысқан кезде бала уже угроза болады, матка тырысып тұрады, ол босаңси алмайды. Босаңсымағаннан кейін ауа да оған дұрыс бармайды. Соның әсерінен бізде капиллялар жарылып, бізде қанды выделение көрінуі мүмкін. Немесе жатырдың мойны, мына жерде біз жатыр мойнында ішінде кисталар болуы мүмкін, немесе сыртында эрозия болуы мүмкін. Когда жыныстық қатынас кезде сізде қанды выделение мазалауы мүмкін, да? Ең бізде қиыны бұл гематома. Өкінішке орай қазір таңда бәрі де нормально, бәрінде болады, на самом деле ол бәрінде болмайды. И есіңізде болсын, либо гематома өтеді, либо сіздің балаңыз өтеді, потому что ол баланың дамуына кедергі жасайды. Сондықтан қалыпты жағдайда көтерген сәттен бастап, получается, етекіріңіз кешіккенде бір апта болғаннан бастап, қанды бөлінді болу дұрыс емес. Бұндай қанды бөлінді мүлдем болмау керек, мүлдем. Тек қана болады сізде, егер жесткий секс болатын болса. Неге? Себебі жаңағы жерде эрозия, жаңағы киста болса, жарылудың әсерінен болуы мүмкін. Но оның өзі дұрыс емес, неге? Себебі бұл да сіздің жүктілігіңізге зиянын келтіруі мүмкін, яғни түсіп болуы мүмкін. Одан бөлек бізде қанды выделение, біз бала іште болғандықтан ол жерде қимылдамайды, жүрек соғысын ести алмаймыз, сондықтан біз замерші болғаны байқамай қалуымыз мүмкін. Яғни баланың жүрек тоқтап қалғанын біз мүлдем байқамауымыз мүмкін. Когда УЗИ-ға түсеміз, сол кезде ғана білеміз, на самом деле осыдан 2 ай бұрын бала түсіп қалған деген сияқты, жүрек тоқтап қалған дегенде естіп жатамыз да. Сондықтан сол кезде как симптом ретінде бізге қанды выделение берілуі мүмкін. Енді қалай бұның алдын аласыз? Алдын алу үшін сіз профилактика ретінде, яғни жүктілікті как попало тупо көтере беру деген нәрсе болмау керек. Біздің мақсатымыз не? Үмбеттермен мақтанамыз деген, дені сау үмбет туу керекпіз, үмбеттер солай әкелу керекпіз. Бұл деген сөз жүктілікті біз жоспарлау керекпіз. Әдемі жүктілік, ане так көтеріп алдым болды деп, одаки 9 ай болып қиналып отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын, кіші дәретін істемеймін, анау демей, и сау баланы күтуіңіз келе ме? Әдемі жүктілік болғыңыз келе ме? Жүктілікті алдын ала жоспарлаңыз. 3 ай алдын, так, мен витаминдерін ішу керекпін.
так, мен дәрілерін ішу керекпін, мен жатырым жақсы ма, қынабым жақсы ма, менің шейкам жақсы ма, мен әдемі көтере аламын ба, сперматозоид әдемісі кіріп жатыр, барлығын тексеру керексіз. Міндетті түрде витамин ішу керексіз. Бұл не? Комплекс витамина В, D3, кальций, 6 болды. 3 витамин D3, кальций, комплекс витамина В. Осыны ішіп дайындалу керексіз. Егер анемия, до этого емдейсіз. Егер ұйқы без өте проблема, до этого істеу керексіз. Ал когда бәрі басылады, сол кезде есіміз өтеді. Ё-моё, мен стоматологқа бару керек едім. Тух, деп сол кезде стоматологқа түсіп жатамыз. Мен флюраға түсу керек едім деп флюраға барып, обязательно біз жүктілік кетсе сол есіміз өтеді. Ал до этого істеу деген нәрсе жоқ. Бізде жоспарлау мүлдем жоқ. 150 болса соны 10 адам жоспарлайды, қалған 90% өкінішке орай жоспарламайды да. Сондықтан да сіз егер осында қанды нәрсемен болғыңыз келмесе, онда алдын ала емдеріңіз. Ал жүктілік кезде уже сізге бұл баналдырып тастау деген сөз емес. До конца сіз көмек беру керексіз, до конца. Бұл қалай? Яғни жүктіліктің соңына дейін. Өзіға түсіп отырасыз қайта-қайта. Дәрілеріңізді уақытылы ішесіз. Отырып алып, не істесем екен деп әркімнің инстаграмда дайректке жазып отпай, как положено, либо бірден скорый шақырасыз, либо өзіңіздің гинекологыңызға жүгіріп бару керексіз, чтобы ертерақ ем алып, баланы аман есен әкелу үшін, чтобы мынаны түсіріп алмау үшін. Жүкті болу оңай емес, ал оны сақтап қалу, ол тіпті оңай нәрсе емес негізінде. Сондықтан мысалы мен өзіме де гематома болған, қанша уақыт я страдала. Бірақ бірінші емі бұл дәрі емес екен, бірінші емі сіздің күтіміңіз екен. Міне, бізге айтатын болсақ, қалай күтіне, мен келін емеспін бе? Сіз келінсіз, бірақ сіздің енеңізге не керек? Дені сау ұрпақ керек. Соны түсіндіре аласыз қалай? Егер сіз мәміле болып сөйлесіп айта алсаңыз, түсінбейтін адам жоқ, хайуан емес, адам да түсінеді, Вот иттің өзіміз түсіндіре аламыз, жайла басын сипап деген сияқты, фас деген сияқты қылып, дәл солайынан біз адамды түсіндіре аламыз. Міне, сіз соны түсіндіріңіз, солайынан түсіндіріп айту керексіз. Мама, менде осындай, менде осындай қиын болады деп айтты, дәрігерім өйстіп айтты. Маған кішкене осы кезде маған көмектесіңізші, сіз пожалуйста десеңіз, ол да түсінеді. Яғни сізге бірінші нәрсе бұл покой. Покой деген кез келген нәрсе түк үйіп алып, мына жерім тұншығып, стресс абайтып, жылап отыру емес. Яғни сабырға шақыру. Соңынан күтім арқылы болады. Одан кейін ары қарай сізге не жетпей тұр? Может, бұл сіздің зоб гормондарыңыз дұрыс емес, может, сізде тромбофилия, может быть, тромбоцитопения, может быть, сізде угроза из-за инфекция, да? Вот соның себебін анықтап, соған қарай дәрігерлеріңіз ем береді, не екенін біліп. Ал не екенін білмей тупо дюфастон немесе ултражастан іше беру, бұл сізге көмек бермеуі мүмкін. Себебі бізде айтады, мен дюфасон іштім, бірақ все равно менде выкидыш болды. Неге? Потому что оның себебі дюфасон болған жоқ. Оған знаете, басқа дәрі керек болды. Міне, яғни ол себебін анықтап жоқ, тупо дюфасон іше берді деген сөз. Сондықтан есіңізде болсын, жүктілік кезде қан келу бұл қалыпты емес. Қан келді, значит, тексерілесіз, немедленно гинекологқа барасыз, бүкіл анализдерді либо бесплатно болады, если бесплатно жоқ дегендер болады, то платно, содан нақты себебін анықтайсыз. Себебі қазіргі заманда, заманауи тәсілде сіз тексеріліп, содан кейін ем алуыңыз керек. Ендеше барлықтарыңызға мықты жүктілік тілеймін, аман есен балаларыңыз, ұрпақтарыңызды қолыңызға алыңыз. Міндетті түрде салиқалы, дені сау ұрпақтарыңыз көп болсын.